сіздер қалу үшін мен сіздермен жұмыс жасаймын. Ол үшін бәріміз орнымызға тұрайық, ортаға жиналайық. Сабақ бастауға дайынбыз ғой? Көңіл-күйіміз жақсы ма, жалпы балалар? Жақсы. Серік сәтінен бастаймыз, көңіл-күйімізді қалыпқа келтіру үшін, өзімізді серікке, көңілді жұмыс жасау үшін жаттығу жасайық. Бірінші, мен қазір сурет көрсетемін. Егер алақан көрсетсем, шапалақты 3 рет шапалақтаймыз. Күнді көрсетсем, қолымызды жоғары бұлғаймыз. Ал смайликті көрсетсем, бір-бірімізге қарап, күлімсірейміз. Жарайды ма? Жақсы. Жарайды ма, балалар? Соңғысы, көршімізге қарап, күлімсірейміз. Жақсы. Бұл серік сәтінен басталды. Орнымызға отыра қойыңдар. Кішкене балалар, мен сіздерге теориялық тұрғыда көңіл-күй дегенісіне адамға қалай әсер етіп мәлімет беріп кетейін. Жалпы балалар, сіздерден сұрақ, адам көңілді болған кезде оның көңіл-күйі қандай болады? Кім айтады? Қаттырақ, тағы да, тағы да, тамаша болады, қуанышты болады. Ал көңіл-күйі жоқ, көңілсіз болған адамның көңіл-күйі қандай болады? Ашулы. Жақсы, осы көңіл-күйдің денсаулыққа әсері бар ма? Тигізе ма? Қандай әсері бар? Кім айтады? Қандай әсері бар? Қандай қалай болады? Денсаулыққа көңіл-күйі жоқ болған мазасыздан қандай болады? Тағы да. Аслан, ренжіпқа, тағы да. Ашулы болса, не істейді? Оған әсер етеді ма? Денсаулығына не істейді әсер еткенде? Ренжігенде қай жағын әсер етеді? Бас ауырса, тағы да. Оның ішкі құрылысына да әсер етеді. Бұл көңіл-күй дегеніміз, балалар, адамның ой санасына, жасаған қызметіне, жұмысына, адамдар мен қарым-қатынасына байланысты әсер ететін эмоционалдық жағдай. Бұл қалай болады эмоционалдық жағдай? Мысалға, адамның көңіл-күйі болмайды ғой. Көңіл-күй арқылы адам өзінің эмоциясын сыртқа шығарады. Эмоция дегеніміз не? Ол аяқ астынан пайда болады. Мысалға, бір жақсы жаңалықты естиміз, біз не істейміз? Қуаныштанамыз. Ал бір ренжігенде не істейміз? Шығарамыз ғой, ал жақсы хабар естіген кезде жылаймыз, Бұл не деген сөз? Яғни эмоцияны біз көңіл-күй арқылы эмоциямызды сыртқа шығарып жатырмыз. Яғни көңіл-күйден ары қарай эмоция пайда болады екен. Жақсы. Көтеріңкі көңіл-күй адамға күш-қуат, сергек береді екен. Ал көңіл-күйсіз жүрген адамдарға бұл не істейді? Мұңды адамдар жабырқата жібереді екен. Көңіл-күй ерік жігері мықты адам, өмірде, рухани өмірде бай адам, өзіне өмірдің идеясына сенімді адамдар өмірде ешқашанда қандай жағдай болмасын, қиыншылық болмасын, үнемі өздерінің көңілді сергек ұстайды. Неге? Өткен жаңа айттым ғой, ол денсаулыққа байланысты. Сондықтан да болса, біз өзіміздің көңіл-күйімізді ұстап жүру өзіміздің қолымызда. Сондықтан да барлығымыз өмірде көңілді болып, күліп жүрейік деп келеді. Жалпы теориялық бөлімде осы теориялық бөлімді біз балалар практикамен ұштастырамыз. Енді әрі жаттығу жасау арқылы өзіміздің көңіл-күйімізді көтеру. Бірінші жаттығу болады, болмайды деп аталады. Мен сіздерге қазір бір сөйлем айтамын. Егер сол сөйлем дұрыс болса, қолыңызды шапалақтап иә айтыңыз. Егер дұрыс сөйлем айтпасам, сіздер аяқты кішкене жайлы қабылдатып жоқ дейсіздер. Түсіндік қой? Ал кеттік ондай болса. Қасқыр орманда жүреді. Қазанда тамақ пісіп жатыр. Қасқыр үйдің шатырының төбесінде жүр. Мен өтірікті көп айтамын. Жақсы. Мен ұстазымды жақсы көремін. Бәріміз ұстаз жақсы көреміз ғой? Жақсы. Келесі. Кім көшбасшы дейміз? Сыртқа не бар шыға ғой? Біздің міндетіміз қошылар. Ортаға тұрайық. Қазір бір ән қосылады, музыка. Сіздер ортадан бір көшбасшы сұрайды. Кім болады? Аслым. Сен әртүрлі қимыл жасап, үйретесің. Ал сіздер міндеттеріңіз Аслымға еріп, бірақ қарамайсыздар. Соның қимыл жасайсыздар. Сырттан келген бейбарыс ішінде кімнің көшбасшы екенін тауып алу керек. Түсінікті ме? Түсінікті ме? Әртүрлі қимылдар жасайсың, орнында тұра бересің. Жақсы, бейбарыс кіре ал. Бейбарыс міндетті ішінде көшбасшыны тауып алу. Қайсы кім көшбасшы? Бейбарыс аяққа келіп ал. Ортаға тұра ал. Қарап, анықтап тауып ал. Кім көшбасшы бастады? Дұрыспа бала? Дұрыспа? Қалай білдің бейбарысын? Қалай сәрсе істегенін қайталап тұр. Ал сен қаласың байқап қал қандай?
үшеу болса үштен болмайды. Екеу. Атым. Шашырап кетеміз. Бір-бірін шашырап. Арса. Тіршілік. Атым. Молекула. Ағза. Енді балалар, күніміз қалай күледі деймін. Мен сіздерге қазір қима суреттермен жұмыс. Нома? Жоқ. Кәне, Жаннұр, қазір көрсетіп оқисың топта. Ақ тілек. Ал. Менің оң қанатындағы, кәне, суретін беріп, не қаттыр Жаннұр? Кәне, не жұма бар оқи қойыз? Қандаймыз, шұғылалы таңдаймыз. Жарқыраған күндеміз, ренжуді біз білмейміз. Жақсы. Келесі тақырып келе ғой. Ақ тілек. Менің суреті? Күннің суреті. Күнді қандаймын? Күлімдеп, жарқырап тұрған күнеге кәне, қандай өлең жұма қаттыра оқи? Күлкін менен күлейік, тек кел балалар күлейік. Көңілді боп жүрейік, қабақ түйіп керек. Жақсы. Керемет. Балалар, өлең жұмақта не айтылған? Қабақ түймей көңілді, жайдары күннің жұмағында жарқырап жүрейік деп келісеміз ба? Өзіміз келеді ма? Бұл өзіміздің қолымыздан келеді ма? Қорытындылайтын сәтте бәріміз ортаға жиналайық. Кішкене ортаға шығыңыздар. Менен кейін мына өлең жұмақ қайталасыздар. Ризамыз бүгін біз, ризамыз бәріміз. Айтқан кезде қолымыздан шеңбер ұстап, ең соңында ортаға жиналамыз. Кәне, шеңбер ұстайық. Екі реттен айтамыз.